Қазіргі таңда хит болып жатқан самсаны бірге дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, суымызды, тұзымызды, ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, орташа жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды бірден 5 бөлікке бөліп, бетін жауып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Салмасына қалауларыңыз бойынша картоп, пияз және туралған ет, тұз, бұрыш. Қамырдың барлығын осылай бір көлемде етіп жайып, арасына міндетті түрде 82%-ық үй температурасында ерітілген қамырдың барлығына осындай арасына 82%-ық ерітілген майды бірдей көлемде жағып шығамыз. Қамырымызды енді нығыздап орайтын боламыз. Арасында ауа қалмау керек және қолмен қатты баспаймыз. Осылай орап, тарелкаға салып, мұздатқышқа 1,5 сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Май толықтай қатуы қажет. Қатқан қамырымызды шығарып, дәл осы видеодағыдай етіп, осындай қалыңдықта пышақпен бірдей көлемде барлығын кесіп алатын боламыз. Енді қамырымыздың ортасын осылай дөңгелек етіп ашып аламыз. Қолымызбен екі жанын, шеттерін барлығын жұқа етіп жайып алатын боламыз. Енді ортасына начинкамызды салып, екі жағын күнжітке аунатып алатын боламыз. Етіне жұмыртқаның жағу қажет емес, өзі қызарып пісетін болады. Дискке салған кезде арасын шамалы 1-2 сантиметр етіп ашықтықты салып шығатын боласыздар, себебі самсамыз қатты көтерілетін болады. 180 градуста 40-45 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Өте қытырлақ, қатпарлары жақсы болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін.